ешқандай патшалықта емес, мемлекетте емес, тура өзіміздің осы аузымыз болыпты. Үйдің төбесі таңдай, еден дегеніміз төменгі таңдай, үйдің екі қабырғасы екі жағы болыпты. Ал үйдің есігі екі ерін. Оның ішінде есік бекем болу үшін қойылған сүйек шарбақтар бар екен. Ол тістер. Бір күні осы үйге, яғни ауызға жылан кіріп орнығып алады. Сөйтіп зұлымдық істерін жасай бастайды. Көңіл-күйі жақсы болғанда ол дыбыстарды емін-еркін өткізіп жібереді. Мысалға, мыналай: а, у, е, и, о, у. Бұл дыбыстар үстіне қызыл көйлек киіп есіктен емін-еркін өтіп шығып жатады. Ал кейбір дыбыстардың жолына сұр жылан түрлі кедергі жасап есікті жауып қояды. М, т шығар кезде тіпті таңдайға жабысып қалады. Сөйтіп сұр жылан дыбыстарды ысылдауға, шырылдауға, қырылдауға мәжбүр етеді. Біресе сұр жылан дыбыстарды құйрығымен ұрады. Бұл дыбыстар ауыздан емін-еркін шыға алмайды. Сондықтан олар үстеріне көк көйлек киіп шығады. Сонымен емін-еркін шыққан дыбыстар дауысты дыбыстар, қысылып шыққан дыбыстар дауыссыз болып екіге бөлініп қалады. Қызыл көйлек киген дауысты дыбыстар өз-өздерімен, ал көк көйлек киген дауыссыз дыбыстар өз-өздерімен жүріп жатады. Оларды ешкім жекелей түсінбейді. Сондықтан